Анар көп жылдық жеміс ағашы. Жерорта теңізі, Кавказ, Қырым, Орталық Азия аймағында өсетін жеміс. Анардың 9 түрлі емдік қасиеті туралы айтатын боламыз. Сіздермен ләззат, арнама қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Арнамды жоғалтып алмас үшін төмендегі подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Анар жеміс ағашы бойы 5-6 метрге дейін барады. 80 жыл және де одан да ұзақ өмір сүреді. 3-4 жастан бастап жеміс береді. Жемісін жерге түсірмей теріп алу керек. Сәуір айында гүлдеп, күзде жемісін береді. Анар жемісінің пайдасы мен ерекшеліктерін пайдаңызға ұсынатын боламын. Бірінші, гемоглобинді жоғарылатады. Қан аздықпен күресуде көмектеседі. Осы дерт кезінде анар шырынын 30 минут сайын 3 рет күн сайын 2 ай көлемінде ішу керек. Екінші, қан қысымын төмендетеді. Кептірілген жеміс жарғағын шайға қосып жесе, нерв жүйесін тыныштандырып, ұйқыны реттейді. Үшінші, гормон белсенділігін арттырады. Анар жемісінің құрамында май бар. Ол ағзадағы гормон балансын қалыпқа келтіреді. Сол себепті жеміс дәндерін жеген өте пайдалы. Төртінші, ауыз қуысын тазалайды. Жеміс қабығынан жасалған су тұнбасын немесе жеміс шырынын ангина немесе фарингит ауруларын емдеу кезінде тамақ шаюға пайдаланады. Бесінші, инсулинді алмастырады. Қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарға өте пайдалы. Тамақ ішпес бұрын 60 тамшы жеміс шырынын күнделікті 4 рет қолданған дұрыс. Қан құрамындағы қант деңгейі төмендейді. Алтыншы, радиацияны шығарады. Анар шырыны радиоактивті изотопты заттармен жұмыс жасайтын немесе радиациясы жоғары аймақтарда тұратын адамдар ішкен өте жөн. Денсаулыққа өте пайдалы. Жетінші, ағзадағы құрттың көзін жояды. Ағзадағы құрттың көзін жою үшін 40-50 грамм анар қабығын 400 грамм суық суға салып қайнату арқылы ағзада қабылдау керек. Сол кезде ағзадағы құрттарды жойып, аурудың алдын алады. Сегізінші, іш етуді тоқтатады. Анардың жемісі мен қабығын іш етуге тоқ-ішектің қабынуына қолданады. Тоғызыншы, ағзадағы қабынуларды емдейді. Жеміс қабығы адам ағзасындағы бүйрек, құлақ, көз, бауыр, буын қабынуларын емдеу мақсатында қолданылады. 2 ас қасық анар қабығын 1 стакан ыстық суға салып, 30 минут қайнағаннан кейін дайын болған тұнбаны күніне 50 граммнан 2-3 мезгіл ішу керек. Дәл осылайша анарды пайдалансаңыздар, денсаулығыңызға пайдалы болады. Сіздермен болған ләззат, видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.